Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі математикалық сауаттылықтың нұсқа талдауын бастайық. Бүгін сіздермен 10-шы нұсқаны талдайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Пікірлеріңіз және сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдарыңызға дәптерлеріңіз бен қаламдарыңызды алып, есеп шығаруға дайын отырыңыздар. Есептерді мұқият берілген оқып, видеоны паузаға басып, есепті оқып, өздеріңіз жеке самостоятельно шығарып көріңіздер және менімен бірге тексеруді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі сабақты бастайық. Бірінші сұрақ. Сұрақты мұқият оқимыз. Сұрақта да подвох кетуі мүмкін. Немересі атасынан жасын сұрайды. Сонда атасы: менің қазіргі жасымды 5 еселеп қосып, шыққан саннан 3-ті шегерсең, 435 шығады деп айтыпты. Сонда атасының жасы нешеде болып тұр? Демек, атасының қазіргі жасын x деп аламыз да, x деп белгілейміз. Белгісіз. Сол қазіргі жасын 5 еселеп қосып, 5 қазір x-ті 5 еселейміз. 5x. Оны қазіргі жасын еселеп қойғаннан соң тағы қазіргі жасын қос деп тұр. Қазіргі жасын қостық. 5 еселеп те қостық. Осыны қосындысынан 3-ті шегерсең деп тұр. -3. Біз қосындыдан шегереміз. Сондықтан қосындымызды жақшаға алып қоямыз. 435 шығады дейді. Біз теңдеу құрастырып алдық. Енді осы теңдеуде белгісіз x-ті табамыз. 5x-ке x-ті қоссақ, жақшаның іші 6x болады. 435-ке 3-ті плюс қып өткізіп жібереміз. 435-ке 3-ті қосамыз. 438 болады. Енді x-ті табу үшін 438-ді 6-ға бөлеміз. 73 шығады екен. Демек, атасының жасы 73-те екен. А нұсқасы. Келесі сұрақ қойдық. Егер А-сы плюс 90 тең Б-сы болса, Б мен А-ның азайтындысын табыңыз дейді. Бұл сіздерге беріліп тұрған математикалық ребус. Әріптермен жазылған сандарда. Енді бұл математикалық ребусты шешу үшін біз разрядтарға бөлеміз да. А-сы бізде және Б-сы 3 таңбалы сандар ғой бұл жерде. Оларды разрядты қосылғыштарға жүктейміз да. Осы ребусты шешудің ең тиімді жолы. Енді санау жүйемізде қалай жұмыс істейтінін түсінсек, разрядқа жүктеуді ойланып көріңіздер. Санау жүйеде мынау А, Б-сы 3 таңбалы сандарда жүздіктер, жүздік, ондық, бірлік болады, иә? Демек, А-Б-сыны біз былай жазып алайық. А-Б-сы дегеніміз 100А. Мысалға 535 болса, А 5-ке тең да? 5 көбейген 100, 500 болады. 535 болса, демек ондығымыз, Б-мыз 3-ке тең. Осы сияқты жүктейміз. Келесі ондығымыз Б-ға тең. 10Б плюс бірлік осы бойынша тұра береді. Болды. Қандай да бір сан, бірлік сан. Келесі тағы 3 таңбалы санымыз Б-А-С екен. Бұны да дәл осылай жүктейміз. Бұл 100Б болады. 100Б. Жүздігінде Б әрпі тұр. Ондығында А әрпі тұр. 10А плюс тағы да С. Енді берілген ребусымыздың орнына қоямыз. А-Б-сының орнына 100А.
бағанағыны апарып қоямыз. 100а плюс 90, 10b, 10b плюс с плюс 90-ымыз есептегі берілген шартына апарып қойып жатырмыз. Тең болады b-ға. b-ымыз бізде 100b плюс 10а плюс с-ға тең. Енді 100а мынау сандарды бір жерге, әріптерді бір жерге жинақтайық. 100а минус 10а. 10аны мына жаққа минус қылып өткізсек 90а болады. 10b минус 100b минус 90b тең болады. Сылар қараңыздар, екі жағында да плюс, сондықтан қысқарып кетеді. 90 мына жаққа минус 90 болып өтеді. Біздің теңдеуімізде барлығы үшеуі де 90-90-нан тұрып, бөлеміз 90-ға бөле салайық. Сонда а минус б тең болады минус 1-ге. Бізден b минус а-ны сұрап тұр. Сондықтан минус 1-ге көбейте салайықшы. Минус 1-ге көбейтсек, b-ны минус 1-ге көбейтсек, b минус а тең 1-ге тең екен. Демек жауабы а нұсқасында тұр. 1-ге тең. Қайталап айтам оқушылар. Видеоны артқа жылжытып, тағы қайталап көрсеңіздер болады. Түсінбесеңіздер, сонда да түсінбесеңіздер, комментарийге қалдырыңыздар сұрақтарыңызды. Жауап беретін боламын. Келесі. Заңдылықты тауып, m плюс n-нің мәнін табыңыз дейді. Бірінші болып сұраққа мұқият тыңдасақ, m мен n-нің мәнін тапқаннан соң, қосындысын тап деп тұр. Мұқият қараймыз сұраққа. Қараңыздаршы, енді мысалға заңдылықты анықтап көрейікші. 1, 3 деп тұр. 1 мен 3, 7, m 31, n 127. 1-ге 2-ні қоссақ 3 шығады. Қазір дұрыс болса дәлше кете береміз. Дұрыс болмаса қайтадан шығара береміз. 3-ге 4-ті қоссақ 7 болады. Бізде бір заңдылық анықталды. Демек, қосылып жатқан сан 2 еселеніп тұр деген заңдылықты байқадық. Енді осыны дәлше тексеріп көреміз. 7-ге 2 еселенген қосынды 8-ді қосамыз. Сонда 15 болады. Қараймыз оқушылар. Қазір тағы 2 еселенген санды 15-ге қосып көреміз. Егер 31 шығатын болса, осы заңдылық дұрыс деген сөз. 15-ге 8-дің 2 еселенгені 16. Иә, бұл дұрыс. 31 шығып тұр. Демек, мынау шығып тұр. Демек, мынау m-ға тең. 15-іміз m-ға тең. Дұрыс. Енді тағы да жалғастырып көрейік. n-да дұрыс шығатын болса, точно осы заңдылық. 31-ге қосамыз. 16-ның 2 еселенгені 32-ні. Сонда 63 болып тұр, иә? 63-ке қосамыз. 32-ның 2 еселенгені 64. 3-ке 4-ті қоссақ 7, 6-ға 6-ны қоссақ 12. Дұрыс шығып тұр. Болды. Демек, точно осы заңдылық екен. m мен n-ді тауып алдық. Енді қосындысын тап деп тұр. m бізде 15-ке тең болды. n бізде 63-ке тең болды. Қосындысы 78 болып тұр. 78 деген сын нұсқасында тұр. Төртінші нұсқаны оқып тұрыңыздар. Биіктіктері 1, түбірасты 2, түбірасты 3 болатын пирамидалар тізбектей орналасқан 11-ші тұрған пирамиданың биіктігінің квадраты нешеге тең? Демек, оқушылар, тағы қайталап айтам, паузаға басып мұқият оқып көріңіздер.
Мынау түбірасты бір деп ойлайықшы. Түбірасты бірден бір шығады, иә? Түбірасты бір, түбірасты екі. Бірінші пирамидамыз түбірасты бір, екінші пирамидамыздың биіктігі түбірасты екі. Мысалға пирамида деп қояйын. Пирамида біріміздің биіктігі бірге тең. Пирамида екіміздің биіктігі түбірасты екіге тең, үшке тең, дальше кете береді екен тізбектей. Пирамида 11-дің биіктігі тең болады түбірасты 11-ге, иә? Логично. Сонда бізден сұрап тұр. H биіктік. Осы биіктіктің квадраты нешеге тең деп тұр, 11-ші тұрған. Демек, биіктіктің квадраты түбірасты 11-дің квадраты. Түбірасты санның квадраты болса, түбірастымен мынау жойылып кетеді, түбірмен квадрат. Сонда жауап 11 қалады. 4-ші нұсқаның жауабы Б нұсқасында. Қараңыздар, түбірасты 11 дегенде жауап бар, шатасып кетпеңіздер, мұқият сұрақтарды оқыңыздар. Келесі сұрақ. Назеркенің қолында 6 сіріңке бар. Назерке оларды сындырмастан қанша үшбұрыш жасай алады? 1, 2, 3, 4, 5, 6 сіріңкесі бар екен. Сындырмай қанша үшбұрыш жасай аламыз дейді. Сіріңкелерді қолданып жасауға болатын бүтін қабырғалы үшбұрыштар нұсқаларын табамыз. Бұл үшін бізде үшбұрыштың теңсіздігі орындалу қажет, иә? Үшбұрыштың теңсіздігі қалған үшбұрыш теңсіздігін білесіздер ме, оқушылар? Мысалы, үшбұрыш болса, үшбұрыш шығудың заңдылығы бар, оқушылар. Әртүрлі сандармен үшбұрыш жасай алмаймыз. Үшбұрыш жасауымыз үшін теңсіздік орындалу керек. А, мынау Б, мынау С. Үшбұрыш үш түрлі қабырғадан құрастырылған үшбұрыш дейік. Теңсіздігі былай. Екі қабырғасының қосындысы, мысалға А мен Б-ның қосындысы үшінші қабырғадан үлкен болу қажет. Сонда ғана үшбұрыш жасай аламыз. Немесе Б мен С қабырғасының қосындысы А қабырғасынан үлкен болу керек. Немесе А мен С қабырғасының қосындысы Б қабырғасынан үлкен болу қажет. Тең немесе кішкентай болуға болмайды, онда үшбұрыш шықпайды. Енді қараңыздар. Қабырғалары мынандай. Сіріңке 1, қабырғалары 1, 2, 2 сіріңке болатын үшбұрыш шығара аламыз қой, иә? 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3 2-ден үлкен. 2-ге 2-ні қоссақ 4, 1-ден үлкен. Демек, шығады. Осындай бір штук үшбұрыш жасай аламыз. Келесі, қабырғалары 2 сіріңке, 2 сіріңкені қолданып, мынау қараңыздар, біріншісінде 2-ге 2, 4-ге 1, 5 сіріңке кетіп қалды, болды. 6 сіріңке арқылы осы ғана, бір ғана үшбұрыш жасай аламыз. 2, 2, 2 болатын қабырғалары. 2-ге 2-ні қоссақ 4, 2-ден үлкен, 4, 2-ден үлкен, 4, 2-ден үлкен. 2, 2, 2, 6 сіріңке кетіп қалды. Бір ғана үшбұрыш жасай аламыз 6 сіріңке арқылы. Қабырғалары 2, 2 болатын. Енді қабырғалары 1, 1, 1 болатын. Бір сіріңкеден құрастырылған. 1 сіріңке, 1 сіріңке, 1 сіріңке. 1, 1, 1. 1-ге 1-ді қосса 2 1-ден үлкен, 2 1-ден үлкен, 2 1-ден үлкен. Үшбұрыш шығады екен. Қараңыздар, бұндай 1-1 қанша сіріңке кетіп тұр бұған? 3 қана сіріңке кетіп тұр, иә? Демек, қабырғалары 1, 1, 1 болатын, тағы бір Назеркенің қолындағы сіріңкесі арқылы тағы бір сондай үшбұрыш жасай алады екенбіз. Сонда бұндай 2 үшбұрыш жасай алады екенбіз. Сонда жалпы бізде 2, 3, 4 үшбұрыш жасай алады екенбіз. Жауап С нұсқасы.
Келесі, кітап 540 теңге, ал дәптер N-ге арзан. Кітап 540 теңге. Дәптер кітаптан N-ге арзан, оқушылар. 540 минус N. 540 минус N теңге. Екі кітап пен үш дәптердің бағасын анықтайтын өрнек дейді. Екі кітап, 2 көбейген 540. Өрнекті табамыз болды. Плюс 3 көбейген 540 минус N. Екіні 540-қа көбейтсек. Бүйтіп әлі жаза тұрайықшы, осылай дальше. 2 көбейген 540. Жақшаны ашып алайық. Жақша ашу фонтанчик әдісі. 3-ті 540-қа көбейтеміз, 3-ті N-ға көбейтеміз. Осылай ашылады жақша. Қайта үйрете салайын. 3 көбейген 540. Плюс, минус, мына жерде минус тұр. 3-тің алдында плюс тұр. 2-сі минусты береді. 3N. Сонда қараңыздар, 2 540, 3 540. Сонда 5 көбейген 540. Минус 3N. 5-ті 540-қа көбейтсек. 2700. Минус 3N. 2700 бен 3-тің ортақ еселі саны 3. 3-ті жақшаның сыртына шығара салайық. Сонда 2700-ді 3-ке бөлсек 900 болады. Минус 3N. Демек, жауабы Д нұсқасында тұр, оқушылар. Келесі, сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Мынау үш бұрыштың ішінде 9 деген сан тұр. Квадраттың ішінде шаршы, шаршының ішінде 12 деген сан тұр. 5 бұрыштың ішінде сұрақ белгісі тұр. Соның сұрақ белгісіндегі санын табайық. Мынау үш бұрыштың 3 бұрышы бар, я? 3 ұшы бар. 3 жердегі үшіміз 9 болып тұр. 3 жердегі 4-іміз 12 болып тұр. Мынау 3 жердегі 3 бұрышы 9 болып тұр. 3 жердегі 4 бұрышы шаршымыздың 12 болып тұр. Сонда келесі заңдылық 3 жердегі қанша бұрыш, мынау 5 бұрыш, я? Сәйкес дұрыс болып тұр, сәйкес логичаны 15. А жауапты белгілейміз. Келесі сұрақ. Суреттегі фигураның боялмаған бөлігінің периметрін табыңыз дейді. Оқушылар, мына жерде мына жер 3. Суретте сәл 3-ті не то жазып қойған. Болмасам шықпайды есеп. Дәл суреттегідей шығаратын болсақ шықпай қалады. Мына жер 3, мына жер 4. Мына жер 3, мына жер 4. Мына жер 3, мына жер 4. Мына жер 4, мына жер 3. Сонда, бізде суреттің ішінде
төрт қабырғасы бірдей төртбұрыш тұр, иә? Квадрат немесе ромб. Осының аның мәнін Пифагор теоремасы арқылы табамыз. Бағанағы мынау тік бұрышты үш бұрыш болып тұр, мынау үш бұрыш. Сонда катеттері 3 пен 4, тік бұрыштың тура қарсысындағы қабырғасы гипотенуза. Сондықтан Пифагор теоремасы катеттерінің квадраттарының қосындысы. 3-тің квадратына 4-тің квадратын қосамыз, түбірден шығарамыз, сонда А қабырғасы шығады. 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16. Сонда 9-ға 16-ны қоссақ 25. Одан 5 шығады. Демек, мынау іштегі А-мыз 5-ке тең екен. Демек, периметрін табу үшін 4 қабырғасы бірдей болғандықтан 4 көбейген А деген формуламен табамыз. Сонда 5 көбейген 4 20 сантиметр болады. С нұсқасында тұр жауап. Енді жексенбілік театр қойылымына 450 оқушы келді. 9-шы сұраққа да келдік уже. Оның 9-дан 5-і қыздар, қалғаны ұл балдар. Залдағы ұлдардың саны қыздардың санынан нешеге кем? Бұл аса бір қиын есеп емес. Мұқият шаг-шагымен, қадам-қадаммен мұқият болсаңыздар, оңай. 450 оқушы кепті. 450 оқушы театрға келген. Оның 9-дан 5-і қыздар. Көбейген бөлігін табу үшін көбейте саламыз, болды. Қыздар. Қыздар сонда қаншаға тең? 45-ті 9-ға бөлсек, қысқартайық та сонда. 5-тен береміз, мынау 5 болады. 50-ді 5-ке көбейтсек, 25, 0, 250. Демек, қыздар 250 екен. Ұлдар қанша болады енді? Ұлдар. Қалғаны ұл балдар. Демек, жалпы 450 оқушыдан 250 қыздарды азайтсақ, демек 200 екен. Ұлдардың саны 200-ге тең. Залдағы ұлдардың саны қыздардың санынан нешеге кем деп сұрап тұр оқушылар. Мына сұрақтар жауабында қараңыздар, 200 де бар, 250 де бар, абай боласыздар. Сұрақты мұқият оқисыздар. Ұлдардың саны қыздардың санынан нешеге кем? Екеуінің азайтындысын алайық, болды. Ұлдар қыздардан 50-ге кем ғой. Бүйтіп қарап тұрсаң, 50-ге кем. Мен просто азайтып түсіндіріп жатырмын. Ұлдар қыздардан 50 оқушыға кем, болды. Жауап А. Келесі сұрақ. Пароход деген сұрақ екен. Ағысқа қарсы, ағыспен деген сияқты. Пароходтың жылдамдығы, пароход ағыстың жылдамдығын табуымыз керек та сонда. Пароход 22 км сағат жылдамдықпен ағыспен 1 сағат 15 минут ағысқа қарсы 1 сағат 30 минут жүзді. Ағыстың жылдамдығын табыңыз дейді. Пароход ағыспен жүре ма, ағысқа қарсы жүре ма, жүрген жолы бірдей, иә? Ағыспен жүрсе де, ағысқа қарсы жүрсе де,
бүйтіп ойлаңыздар да, пароход жүріп бара жатыр, мына направление ағыспен жүрді да, 1 сағат 15 минут, потом артқа қайтты, ағысқа қарсы 1 сағат 30 минут жүзді. Енді жүрген жолы бірдей ғой, дұрыс па? S1 тең S2. Ағыспен жүргені, ағысқа қарсы жүрген жолдары тең. Мысалы, мына формула бар ғой. V тең S бөлінген T. Жылдамдықтың формуласы. Осы жерден S-ті тапсақ, V көбейген T. Осы формулаға қоя саламыз. Қалай қоямыз? Қараңыздар. Ағыстың жылдамдығы X деп алайықшы. Ағыстың жылдамдығы X. X табамыз қазір. Теңдеу құрастырып аламыз. Мына формула арқылы қараңыздар. S1 S2-ге тең. V көбейген T. Демек, 22 км сағат плюс ағыспен жүріп жатыр. Ағыспен жүрсе, ағыстың жылдамдығы қосылады. Көбейтеміз. T. 1 сағат 15 минут. 1 сағат 15 минут дегеніміз 1,25 сағат. 1,25 сағат. 15-ті 60-ға бөлсек, қысқартсаңыздар, 1 бөлінген 4, сонда 1,25 шығады. Сағатқа айналдырып барамыз, минуттар керек емес бізге. Бірлік өлшемде болу қажет. Тең S2-ні табамыз енді. S2 ол ағысқа қарсы. Сонда 22 минус X. Бағанаға пароходтың жылдамдығынан азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Оған ағысқа қарсы 1 сағат 30 минут жүзген. 1 сағат 30 минутымыз 1,5 сағат. Оны білесіздер, 1,5 сағат екен. Болды, осы теңдеуді шығарамыз, оқушылар. Фонтанчик әдісімен барлығын көбейтеміз. 22 мен 125-ке, X-ті 1,25-ке көбейтсек. 22-ні 1,25-ке көбейтсек, 27,5. ұбт-да сіздерде бір шетте, монитордың бір шетінде калькулятор болады. Соны қолдана аласыздар. Осындай уақыт көп алатыналар қолмен көбейтетін болсақ. Тең болды, жақшаны ашып болдық. Енді 22-ні 1,5-ға көбейтсек, 33 минус 1,5X. Теңдеуді құрастырып алдық. Оны жақшаларымызды ашып алдық. Енді айнымалыларды бір жерге, яғни айнымалы дегеніміз әрпі барларды бір жерге, сандарды бір жерге жинақтаймыз. 1,5X орында тұр, сол жақта тұр, болды, тиіспейміз. Минус 1,5X оң жақта тұр, оны сол жаққа көшіруіміз қажет. Сол жаққа көшіп бара жатса, таңбасы қарама-қарсы таңбамен ауысып өтеді. Сонда тең болды, айнымалы бітті. Келесі 33 деген оң жақта тұр. Тиіспейміз таңбасына да, өзіне де. 27 деген сол жақта тұр, оны оң жаққа өткіземіз. Плюс 27 болғандықтан минус 27 болып оң жаққа өтеді. 1,125-ке 1,5-ді қоссақ, 2,175 болады. Тең 33-тен 27-ні ал. 27,5 оқушылар, мен жазбай кетіппін ғой. 33-тен 27,5 тазайтса 5,5 болады. X табу үшін 5,5-ті 2,75-ке бөлсек 2 болады екен. 2 км сағат. Жауабы Д нұсқада тұр. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті, талдау аяқталды.
Келесі сабақтарда жүздескенге шейін қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Каналды қолдап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.